Сәлем достар, қандай салат жасаймын деп ойланып отырсыз ба? Олай болса менімен бірге оңай әрі қолжетімді салатты бірге дайындайық. Ол үшін тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Видеоны соңына шейін қараңыз. Бізге қажетті заттар: қияр, редиска, ақпияз және көкпияз. Осы қиярымызды ұзыншалап турап аламыз. Қиярдың құрамында өте дәруменге бай, ағзамызға қажетті витаминдер өте көп. Сол үшін жиі тұтынып тұрыңыздар. Қиярды негізі қалауыңыз бойынша турауыңызға болады. Негізі осылай ұзыншалап соломка етіп тураған әдемірек көрінеді. Енді редискамызды осылай соломка етіп ұзыншалап турап аламыз. Редисканы жалғыз өзін жегеннен көрі осылай бір нәрсемен араластырып жеген дәмдірек. Міне осылайша редискамызды турап алдық. Көкпиязды, ақпиязды қалауыңыз бойынша үлкен немесе кішірек етіп турап алуыңызға болады. Енді бұның үстіне татыңызға қарай тұз себесіз, және қаймақ немесе майонез сепсеңіз де болады. Үйдің қаймағы болса тіпті керемет болады. Енді осыларды араластырып дастарханға ұсына берсеңіз болады. Ас болсын, міндетті түрде тіркеліп комментарий қалдырып кетіңіз. Сау болыңыз.